Ассалаумағалейкум достар, Ерлан Қабата YouTube арнасы. Біз бүгін міне Өскемен қаласы бойынша қазіргі таңда әлі де коронавирусқа сенбейтін адамдар бар екен. Мінекей мен қасымда бүгін Ерлан Қабатай деген бауырымыз. Бірге кіріп, осы жағдайды өз көзіммен бірге көрмекші. Киініп ал дұрыстап. Әдемілеп. Қорғаныш костюмдер. Оны киіндіру керек еще. Нет, подождите, вы сначала шапка киіңіз. Шапка киіңіз. Құрметті достар, қазір қызметке кіретін боламыз. Мына костюмді кигенімізге бір есмехана болды. Нағыз еңбек, нағыз батырлар. Ол әрине біздің дәрігерлер. Ол осы костюмді күні кешкен киіп жүреді. Біз есмехана кигендік. Әлі іздеп алып тұрмыз. Қазір ішке кіретін боламыз. Біз міне қызыл аймақтамыз, қызыл аймаққа кірдік. Міне адамдар бәрі тез жазылып шықса екен бұл адамдар. Көптеген. Мұнда өте қатты ауырып жатқандар, былайша айтқан кезде реанимацияда жатыр. Тезірек жалсысын. Міне тыныс алу аппаратпен демалып жатыр арнайы. Жалпы осы аурухананың ішінде қанша науқас ауырып жатыр коронавируспен? Қазіргі таңда 300-ге жуық науқас жатыр. 300-ге жуық, иә? Реанимацияда 25-тен аса науқас. Олар жағдай өте ауыр науқастар ғой, реанимацияда жатқан кісілер. 25-тен астам адам, иә? Иә. Жақсы. Онда реанимацияда жатқандарға келдік. Өте қатты ауырып жатқандарға тезірек сауығып кетсін. Жалпы бүкіл Қазақстанда қазір біреу сенеді, біреу сенбейді. Жалпы сіз өзіңіз қалай жұқтырып алдыңыз, қалай осында түсіп қалдыңыз? Енді кім ойлаған жұқтырамын деп, ешкім ойламаған осылай болады деп. Енді сауығып кетейік, байқап жүрсін, бәрін сақтасын, алатын вакциналарын алып, маскаларын киіп, бәрі сақтанса дұрыс болатын секілді мен ойымша. Реанимацияда шықтыңыз ғой, иә? Реанимациядан шықты. Қазір жақсы бәрі. Қалай жұқтырып алдыңыз? Өзімізде байқамай қалдық қой. Байқамадық. Қалай болған? Ауыру өте қатты өте екен? Ауыр ма екен? Ауыр, өте ауыр. Ойлаған жоқпын ондай қатты болады деп. Ешкім. Шыдау мүмкін? Шыдау, иә, қатты енді не керек, жігер керек. Сол жігерліктің арқасында ойлаймыз да, қыздардың арқасы бәрі көмек. Сол бәрін сол. Мінекей біз жағдай өте ауыр халде жатқан науқастарды жатқан бөлмеге кіріп жатырмыз. Мінекей реанимация бөлімі. Осындай оттегі аппараттарына қосылған адамдар. Айналайын, ешқайда шықпай отырып ақ үйде. Шалымыз екеуміз баламен далаға шығып жүріп, қалай қай жерден жұққанын білмейміз, есік алғаны шыққанбыз. Содан қатты ауырып, бысым-быта жаттым. Шалым қайтыс болып кетті осы аурудан. Емделе алмай. Мен осында түстім. Аллаға шүкір, түскен кезде 60% поражение болған. Осы бір Алланың арқасында, дәрігерлердің арқасында қазір қалыпқа келіп қалдым. Аллаға сансыз шүкірлер айтамын. Қазір енді жақсымын, шүкір, барлық жақсы. Барлық жағдайларын жасап, уколдарын салып, барлығын жасап жатыр. Дәрігерлерге шексіз алғыс, сансыз. Үйде отырып қалай жұқтырып алдыңыз, қайдан жұқтырып алдыңыз? Оны балам білсем айтар едім ғой, білмейміз. Барлық сақтық шараларын жасағанбыз. Енді есіктің алдында шалым баламен жүретін, немереммен. Сол жерде біреуден түк білмейміз. Аяқ астынан ауырдық та осындай жағдайға жеттік. Бір жетінің ішінде жүрек ауыратын ол кісі шыдай алмады. Құтқара алмады дәрігерлер. Сондай жағдайда отырмын қазір. Міне көріп тұрсыздар. Өте ауыр халдегі науқастар. Дәрігерлер бар күш-жігерлерін аямай. Осы адамдарды өмірін арашалап қалу үшін мінекей күні-түні тынбай осындай терлеп, қорғаныш костюмдерінің ішінде тынбай еңбек етіп жатыр. Бұл келесі бір қабаттың бірі. Әр қабатта өтті. Қарасаңыздар, орын жоқ мүлдем. Барлық жерде толған ауырған кісілер.
Не қарап тұрсаңыздар, Алла тағала тек осы кісілерге күш қуат берсін. Барлық жерде жүрміз. Қызыл аймақта бұл. Сау кетіңіз. Достар, бүгін біз Ермек Құрманғалиев екеуміз осы арнайы кеп түсіріп жатырмыз. Ереке жалпы бір ауыз қалай, міне көзіңізбен көрдіңіз, халыққа жалпы бір ауыз айтсаңыз. Енді өз көзіңізден көріп тұрмыз. Мынау адам үшін жаңа айтамыз ғой, ең бір өмірдегі тегін нәрсе ауа ғой. Сол бір жұтым тегін ауаға зар болып мінекей адамдар кислородтың баллондарымен демалып өте ауыр халде жатыр.